Шариғатымызға сай қазақ салт-дәстүрлерінің ішінде жаңа туған нәресте дүние есігін ашқаннан кейін оның оң құлағына азан шақырып ат қою бұл исламмен бірге келген тарихи діни негізі бар салт-дәстүр. Тарихы сонау пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінен бастау алады. Ислам діні Орта Азияға, соның ішінде қазақ жеріне 8 ғасырдан бастап тарала бастады. Және осы салт-дәстүр исламмен бірге таралып орнықтала бастады. Балаға азан шақырып ат қою рәсімінің мақсаты, мәні бұл жаңа туған нәрестенің ең алғашқы еститін сөздері, Алла тағаланың көркем есімдері, ұлық есімдерін естірту, және де ол баланың өмірі исламмен тығыз байланыстыру, және де шайтанның түрлі әсерінен қорғау болу сенімі де бар. Және де ауыл молдалары және қазақ халқы жаңа туған нәрестеге ауыл молдаларын шақырып, оның оң құлағына азан айтып, сол құлағына қамат айтып, мұсылманша есім берген.